Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Arduino'дағы серво қозғалтқыш туралы айтатын боламыз. Серво қозғалтқыш бұл нақты бұрышқа дәл бұрылатын кішкентай мотор. Оның басты ерекшелігі кері байланыс беруінде. Яғни, ол тек бұрылып қана қоймай, өз тұрған орнын бақылай алады. Осы мүмкіндіктің арқасында серво қозғалтқыш робот қолдарында, модельдік машиналарда, манипуляторларда және автоматтандырылған жүйелерде кең қолданылады. Бұл тәжірибеде қажетті компоненттер: Arduino микроконтроллері, макет платасы, серво қозғалтқыш, жалғауыш, сымдар. Tinkercad'та жаңа схема ашып, оны серво қозғалтқыш деп атаңыздар. Серво қозғалтқышты Arduino'ға келесідей жалғайсыздар. Сервода 3 сым болады: сары, қызыл, қоңыр. Сары сигнал әдетте 9-шы пинге, қызыл 5V пиніне, қоңыр ГНD, яғни минус пинына қосылады. Программалық кодты өзіңіз жаза аласыз, немесе төмендегі сілтемеден көшіріп алуға болады. Ал енді тапсырма: төмендегі кодты пайдаланып, сервоны 90-180 градусқа бөліп көріңіз.